Сәлем баршаға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін қазіргі таңдағы яғни хит болып жатқан тағамдардың бірі маклубенің дайындалу жолын көрсетемін. Дайындалу өте оңай әрі тез дайын болады. Өте тойымды тағам. Отбасыларыңызға, балаларыңызға, жұбайларыңызға дайындап берсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қараймыз. Бізге керекті азық-түліктер ол ет, қойдың еті немесе сиыр еті де болады, сәбіз 1 дана, 2 дана картоп, 1 пияз, 1 дана боялды, яғни баклажан және күріш қажет болады. Ең алдымен етті турап аламыз, яғни тым қатты ұсақ емес, орташа етіп, кәдімгідей күнделікті тағамға қолданатындай етіп турап аламыз. Одан кейін пиязды тураймыз. Пиязды домалақ, яғни круглый формасында турап аламыз. Одан кейін бізде боялды, яғни баклажанды тураймыз. Баклажанды да домалақ формасында турап аламыз. Бұл тағамның жазбаша рецептісін, яғни осы видеоның астында описаниеде қалдыратын боламын. Сәбізді де тура солай домалақ формасында турап аламыз. Одан кейін бізде картопты да домалақ формасында турап алатын боламыз. Табаға сұйық май құямыз, майды қыздырамыз және етімізді қуырамыз. Тұз бұрышын міндетті түрде дәміне қарай сала отыра, орташа отта етімізді қуырып алатын боламыз. Бөлек шұңқырлау ыдысқа немесе осындай кастрөлге сұйық май құямыз және ол сұйық майды қыздырамыз жақсылап, және осылай картопты бірінен соң бірін салып, қызарғанша екі жағын бірдей қуырып аламыз. Картоптан кейін сәбіз, баклажанды, яғни боялдыны да бірге осы қызып тұрған майда екі жағын қызартып қуырып аламыз. Енді күрішті жақсылап жуамыз, суынан құрғатамыз және осылай бөлек ыдысқа аздап сұйық май құямыз да күрішті қуырамыз. Міндетті түрде жай отта қуыру қажет, әйтпесе біздің күрішіміз асты күйіп кетуі мүмкін, осылай араластыра отырамыз. Енді бұл маклубен дайындайтын ыдысымызды осылай арнайы дайындап аламыз. Бұл ыдыс бізде асты тым жұқа емес, қалыңдау болуы қажет. Осылай туралған пиязды бір текстетіп жайып шығамыз, яғни піспеген шикі пиязды. Егер піскен пияз салсаңыздар, бұл пияз ыдысымыздың астын төңкергенде жабысып қалуы мүмкін. Осылай шикі пиязды теріп шығамыз. Енді пиязды салып болғаннан кейін, оның үстінен піскен етімізді саламыз. Етті де бір тек жайып аламыз. Енді етті салып болғаннан кейін слой-слоймен қабат-қабат қылып картопты теріп шығамыз. Әрбір слойдың үстінен міндетті түрде тұз сеуіп отыру қажет, аз-аздап, өйткені біз картопты сәбізді қуырғанда оны тұзсыз қуырған болатынбыз. Картоптан кейін сәбізді бір текстетіп теріп шығамыз. Оның үстіне де міндетті түрде аздап тұз себеміз. Дәміне қарай көп себіп жібермеңіздер, ащы болып кетпесін. Сәбізден кейін боялды, яғни баклажанды бір текстетіп теріп аламыз. Осылай үстінен басып-басып, міндетті түрде басып-басып отыру қажет. Енді соңғы слой, яғни соңғы қабат бізде күріш. Қуырылған күрішті саламыз, оның бір текстетіп жаямыз және осындай картоп езетін құралмен тығыздап басып шығамыз. Енді ыдысымызды отқа қоямыз, от газдың астын жағып, үстіне қайнап тұрған су құямыз.
суымыз толықтай күрішті жауып тұруы қажет. Осы жерде күрішке аздап тұз саламыз дәміне қарай, және осылай үстін басып ыдысымыздың қақпағын жауып 35-40 минутқа жай отта пісіретін боламыз. Біздің тағамымыз дайын болып қалды. Енді осылай ыдысымызды төңкереміз, жайлап ақырындап, және оның үстінен қасықпен ақырындап осылай ұрып шығамыз. Енді осылай ыдысымызды ақырын екі шетінен ұстап көтеріп алатын боламыз. Енді бұл тағамның сәнін келтіретін және тәбетті ашатындай етіп осындай салат дайындадым. Салатты өз қалауларыңыз бойынша әртүрлі етіп дайындасаңыздар болады. Менде мұнда қызанақ пен қияр және аскөктен дайындалған салат. Осылай 4 шетінен салып шығамын. Бұл маклюбе тағамын айранмен қосып жесеңіздер, одан да өте дәмді болады. Сол үшін айранмен жегенге кеңес беремін. Айран қою болса, одан да жақсы болып шығады. Осылай 4 шетінен, яғни ашық шеттеріне айранды құйып шығамыз. Міне біздің қазіргі таңдағы хит тағамдарымыздың бірі маклюбе дайын болды. Осылай әп-әдемі, дәмі өте керемет, және иісі бүкіл үйді алып бара жатыр. Өте дәмді тағам болып шығады. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Егер осы видео ұнаса, каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Алда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.